Нөсейінші ақпан 2022 жылы Шымкент қалалық полиция департаменті Еңбекші аудандық полиция басқармасына Б есімді азамат арызданған. Ол өзінің арызында ағымдағы жылдың ақпан айының 6-сы күні сағат 16:00 шамасында Шымкент қаласы Түркістан көшесі номер 100 мекен жайында орналасқан Имам Ағзам мешітінде қуаттағышта тұрған Samsung J4 маркалы ұялы телефонын белгісіз тұлға жасырын түрде жымқырып кеткенін жазып көрсеткен болатын. Аталған оқиға бойынша сол күні Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 180 бабының 1 бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру істері тіркелген. Қылмыстық іс бойынша жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында Н есімді азамат анықталып, Еңбекші аудандық полиция басқармасына жеткізілді. Күдікті ретінде ұсталған Н есімді азамат жауап алынып, жауабында өз кінәсін толықтай мойындаған. Күдікті азамат қылмыстық іс бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық процесс кодексінің 128-131 баптарын талаптарына сай Шымкент қаласы полиция департаменті уақытша ұстау изоляторына орналастырылды. Қазіргі таңда іс бойынша тергеу амалдары жүргізілуде.